Ketey. Ket. Osqun neyse geçkeleyine sözü soğanaktap. Gelter. Kelen. Сәлеметсіз ата. Ұйықтап қалыппын. Мына, сіз қорадағы малдан шығардыңыз ба? Iya, nalayına ауылдың шетіне дейін айдап барып бұйбай. Ауылдың шеті алыс қой ата, мынау Ақжолдың қорасына дейін алып бармадыңыз. Бары қарай бақташылар өздері айдап кететін еді ғой. Түнімен тек аяғым ауырып ұйықтай алмадым. Содан соң кішкене жүріп қайтайын дегенім ғой. Мына соғыста тиген оқтар суыққа шығып жатыр ма? Жоқ әлде әлгі сүйінбай жырау айтпақшы. Кәрілікке бәуелі тұсымды алды, сонан соң аузымдағы тысымды алды, төмен түсіп, тіземнен күшімді алды деп. Кәрілік келді ме, кәрі қойдың жасындай жас қалды шырағым. Қойыңыз жата қайдағын айтпай. Сіз әлі 100-ге келесіз. Фашистер жеңгендені міне, ауру сырқауды жеңе алмайсыз ба? Шырағым ау, мынау ғасырдан ғасырға өтіп бара жатырмыз. Кешегінің арты, бүгінгінің қарты болып отырмыз мінеки. Бұл уақытта жеткенде бар, жетпегенде бар. Айтпақшан әлгі бәукеңнің бауырсан момышынын айтам. Елінде тойы болып тұрайды, ескерткіш тақты орнатып тұрайды. Мына малдан босай алмай оғанда бар алмадық. Бауыржан ата биыл 90-ға келіпті ғой? Иә. Ей, Мағжан жан, сен мына бауыржан момышлатан кім екенін білесің бе? Білем. Бауыржан ата қазақтың батыр генерал, мен де сондай болам. Ой, талабыңнан айналайын. Генерал емес, полковник те папаң үйреткен жоқ па? Генерал десе несі бар? Генерал десе генерал. Батырларға шенді үкімет бермейді, халық береді. Растағы. Аса құрметті көрермен, сіздер өтте ақылды болғыларыңыз келе ме? Онда ұят болмасын бағдарламасын көріп тамашалаңыздар. Тамашалағыларыңыз келмесе, тамашаламай-ақ қойыңыздар. Айгүл! Айгүл! Сәлем, қалың қалай? Сәлематсыз ба ата? Не болды, жақсылық па әйтеуір? Ойбай, жақсылық. Жақсылық үшкемпіріп келіп тұрайын ба? Ата, үшкемпіріп аға емес, жақсылық хабар бар дейді. Иә, ойбай, менің күйеуім маған алтын сырға сыйлады ғой. Мәссаған, мына сыйлады ма? Иә, осы айтасың ба? Жарасабай. Ол немене? Жұмысқа тұрып беді не? Жоқ, азын-аулық бизнеспен айналысып ғой баяғы. Қандай бақыттысың сен. Сырға сыйлайды Ай, саған күйеу. мен оны жақсы көретін едім. Ал бүгіннен бастап қатты жақсы көріп кеттім ғой. Өзін, сөзін, әсіресе көзін. Жүш, маған көмектесіз. Бүгін ұйықтап қалып масқара. Ой, бұда. Шайың да дайын емес, тамағың да дайын емес.
чайға жүр. Чай ішіп кет. Бағырасы берді. Жанардың ұшқындарын сенімен кездескенде көзіммен құштым жаным, жанарың жасыл әлем, шырайлым шұғылалым, жете алмай қасыңа мен алыстан жылынамын, көзіңнен айналамын, қасыңа бара аламын, көзіңнен аймаладым, сен дағы қарағанда, көзіңнен айналамын, қасыңа бара аламын, көзіңнен аймаладым, сен дағы қарағанда. Ой, Айгүлжан, шайыңа рахмет. Ішпедің ғой Ой, мен қайтайын. Бір шынысын ішсеңші. Ата, аман сау болыңыз. Жақсы, апам. Айгүлжан, қайтайын. Ошаққа мен шай қойып сол қайнап кеткен шығар. Апам келмеді ма, Кешке апам? қарай кел. Бақ. Ama кешке Кешке қол босағанда келермін, Айгүл. Жақсы сау болыңыздар. Тұтала кеш, бақ. Естімеді ма, апаң келмеді ме? Ма бақыт келінді айтам. Бір кезде привет, Аташка деп жүгіріп жүруші еді. Қазір мінеки қаланың қызы ауылға келін болып, ауылдың мынау салт дәстүрін мойынсына бастапты. Қаланың қызы болса да қазақтың қызы ғой, атау. Қазақша сөйлемей? Әрине сөйлейді. Ай, Мағжанжан, сен ана үлкен кісілерді көрген көзде, мына мен сияқты шалдарды көрген көзде құлағы естімей қалады. Ассалаумағалейкум ата деп. Анау апаларыңды көрген көзде армысыз апа деп амандасып жүрмейсің бе? Ой, енді амандасуым ғой. Әлі ол әлі Сапарғали атаң маған айтып жатыр. Анау сенің немерің магазиннің алдында тұрған кезде маған амандасқанды білмейді деп әуелеп қойды. Сәлеміңді үзбей ұят болмасын. Сапарғали атаммен ассалаумағалейкум деп амандассам да құлағын шұқып тыңдамай тұрады. Енді естімеген шығар. Ол қайталап сәлем бер. Жасы үлкен адам. Ата Сапарғали атаның өзінің құлағы естімейді ғой. Амандассаң өткенде бір рет, 3 рет иіліп тұрып сәлем бердің, түк қарамай қойды. Өзі бір қырсық шал ғой деймін. Қой шырағым үйтіп айтып, үлкен кісіні үйтіп айтқан несі? Әді естейді. Ұят болмасын. Кәдімгідей сәлемдеріңді одан сен немене кішірейіп қаламысың? Естімесе қайтаран сәлем бер. Сәлем берген саулық береді, сәлем алған қызығын көреді дейді біздің қазақ. Одан үштеңелерін кенде кетпейсің айтам, кішіріп қалмайсың. Саламатсыздар ма? О, Сәлематсыз ба, Жеңіл апай? мінеки. Келіңіз. Малжан аман ба, көлік аман есен кеп қалдың ба? Кіріңіз апай, төрлетіңіз Төргі жоғары шығыңыз. естіп жатырмыз. Мына бәукеңнің қуанышы, елдің қуанышы ғой. Ойбой, мынау малдан босай алмай, ойбай, бара алмай жатырмыз енді. Асылы өзі той деген әйтеуір қызықпенен, ырду-дырдуменен өтіп кетпей, артында бірдеңе қалу керек қой. Иә. Мынау қазір енді күнде атаның көзін көргендер әлгі азайғаны білінбей аққан судай өмірден өтіп жатыр. Кейінгі жастар, тіпті мына бүгінгі балалар күні кешегі өткен Совет өкіметінің қай кезде кетіп қалғанын да білмей жатыр ғой. Ол кезде не болған? Сондықтан ұрпақ өсіп, заман өзгерген сайын, әрбір осы ата секілді ұлы тұлғалар туралы үнемі жаңғыртып атын айтып, жаңағы артына қалдырған сөздерін ұқтырып, сол кісінің халқына еткен еңбегін, еліне жасаған елеулі істерін соның бәрін атап, мына жас ұрпаққа ұқтырып отырса, түсіндіріп отырса, осының өзі сол тойдың арғы жалғасы болады екен. Мен немерем дейін, мына бәукеңді генерал деп шатасы батыр, періште ғой, аузына салған ғой. Әмин. Ал енді ол кісі жаңағы мынау генерал, өзі енді генерал болмаса төменгі шенде болып, сол генералға лайық болса да. Енді өзі сондай батыр болып, туса да кеудесіне жарқыратып, мынау жұлдыз тақпай кеткен кездерінде өзінің өкінген сәттері болды ма? Көп жағдайда ішкі сырларын айтып сөйтіп жүргенмен, дәл осы мәселені ата ешқашан ашық айтқан емес. Бірақ та
атаның бүткіл тұлғасы, бүткіл іс әрекеті, ол кісінің өзгенің қолынан келмейтұғын ерендігі. Марқұм Тахауи Ахтанов айтқандай, стандартты өмірде стандартсыз адам еді деп. Соның барлығы қарап тұрсаңыз, бүткіл бір қоғамға өзінің мінезімен, өзінің сөзімен, өзінің жазғанымен қарсы шығу деген, енді бұның өзі ол кезде енді ердің ерінің қолынан келе қоймайды. Марқұм Демекең, енді Құдай өзі кешірсін, атын баттитып атайық деп жатырмыз. Мына Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев сол кісінің айтқаны ғой. Ойпырмай, енді бұл осы тірі кезінде мен де кірісіп едім, бірақ та анау орталық осыны жібермеді. Әйтпесе бұл кісі бәленбай рет жұлдыз алатұғын адам еді. Иә, кеңестер берді. Иә, содан дейді, өзі қанша білдіртпегенмен бір рет байқадым дейді. Мынау ол кезде ЦК-ның дүркіреп тұрған кезі, жаңағы партияның дүркіреп тұрған. Иә. ЦК-ның ішінде дейді, жаңағы келе жатыр едім дейді, алдымнан Баукең шықты дейді. Менің қасымда дейді, сол кездегі мына бүткіл үлкен әскери, Қазақстан әскери округының бастығы Ляшенко деген кісі болып еді. Генерал полковник болған. Сол кісі өзі ірі денелі, ұзын бойлы кісі болады. Сол коридорда осылай кездесіп қалдық дейді. Содан, ой Бауке, ассалаумағалейкум деп жаңа сәлем бердім дейді. Содан кейін ата айтқан көрінеді. Таяғын көтеріп дейді, бүйтіп. Жаңағы Ляшенкіні көрсетіп айтты дейді. Ай, Димаш, мынау екеуміз ана академияда бірге оқығанбыз. Он был троечником, я был отличником. Я полковник, а он генерал-полковник деп айтты да дейді. Честь имею деп таяғын көтеріп кетіп қалды. Ана қара. Сон ана Ляшенкінің көзінше өзім қысылып қалдым дейді. Анау не дерін білмей осы тұншыққандай болды дейді. Сон кейін ойладым дейді. Мынау бұл ана ұлттың өкілі болғандықтан бұл жаңағы генерал-полковник болып кетті. Үшке оқса да. Мен сол қалпында қалдым деген ау Баукеңнің деп сонда бір сезіп едім дейді. Қазір айтып жүрміз ғой, арбақты адам еді. Өзі ол кездерде ондай сөздерді айтпайтынбыз, бірақ та сондай бір керемет қасиеттері, соның барлығы мына көзіміз өзіміз көріп өстік қой. Енді мынау келініме бір үлгі болсын, осындай жас кезім ғой ол кезде. Бір күні сол ата бір 4-5 жолдас жобасын қонаққа шақырды. Осы тікемнен түк жүрбен дайындалып жатырмын ғой. Құдай самасын, бір кемдік болып қалмасын, дастарханда бәрін дұрыс істейін деп. Күні түні жүгіріп, осы қонақты атқардым. Жаңағы қонақтар риза болысып, маған баталарын берісіп, сөйтіп ақ кет. Жаңағы қонақ кеткеннен кейін адам өзі отырағап бір шай ішетін әдеті бар ғой? Сөйтіп сол самаурынды жаңартып алып кеп қойып отырғаным сол. Атам осы мұрты салбырап, қабағы түксейіп, ана мүштөгін тарсылдатып, осы сөйтіп түксейіп отыр. Мен біле қойдым. Өйткені мен әжіптер үйреніп қалғам, ол кісінің жаңағы мінезінің қай кезде қалай болатын. О самаурынның құлағына кірердей болдым, ойпырмай не істеп қойдым деп. Соның кейін бір бақсында айтты, ай балам, сен бүгін 4 қателік жібердің деді. Ана қара. Сон үндемей жаңағы тыңдап отырым, сөйтіп едім, былай деді. Есі дұрыс қазақтың әйелі бас көтермейді деді. Сен басты өзің көтеріп кірдің деді. Не көрінді саған? Бас ең аман. Мынау сен әлі жассың, көрер қызығың алдыңда. Мына бас есі кеткен әйел, тіпті еркек баласы болса, баласына көтертеді екен, бірақ өзі көтермейді екен. Кейде болады екен, ауылдың анасындай болып кеткен әлгі бір әжелер болады ғой. Немере, шөбіре сүйген сондай кісілерге ғана бас көтеру құрмет демесе, әсілі қонаққа басты тек қана ер адам қояды екен. Мінеке, мен қайдан білейін, өзім пісірдім, өзім көтеріп кірдім деп жатырмын ғой. Соныменен екінші қателігің деді. Мына басты қасқаламапсың деді. Кейбіреулер ақымақтанады, ана қасқалағанды крес салды деп ойлайды дейді. Ол ондай емес. 4 құбылаң тең болсын, маңдайың ашық болсын деген сөз деді. Үшінші қатең деді, ана бастың тісін қақпай керіпсің деді. Ол біріншіден бастың тісін қағу ол үлкен тазалық, өйткені мал шөп жейді, көйсейді дегендей.
Ал енді бұның өте ерте кездегі тағы бір мағынасы бар деді. Мысалы үшін бір адамға ренжіп жүретін болса, сол жаңағы тісін басып қатты айта алмай, бірақ көңілінде бір реніш болып жүрсе, сол адам келгенде жаңа қойдың тісін қақпай сол күй әкеп қояды екен. Мына қазақ өзі көп нәрсені ыммен түсінген халық қой. Сонда анау тісі қағылмаған басты көрген кезде ана қонақ ойлайды екен, ой ат деген ай, қай жерде мен бұны ренжітіп алдым екен, мынаның маған бір тісін батыра алмай жүрген жері бар екен ау деп барып жайлап сөз бастап кетеді екен. Енді жаңағы 4-ші қателігім, ат айтады, ай балам, қой шүйдесімен жүруші ме еді. Сен мына басты көтеріп кіргенде қой шүйдесімен алып келдің ғой, ана тұмсығыменен алып кіру керек оны деп. Мінекей осындай бір ғана бастың айналасында қаншама үлгі өнеге, қаншама ұлттық тәрбие жатыр екен, содан бері қарай басты бәкеңе көтертетін бағамыз. Бұл да бәкеңнің бұл ерлігі. Ал енді мынау Бақытжан жаңағы Бәукеңнің жалғызы екенін білеміз. Иә. Ал енді сол Бақытжан екеуіңізден де бір бала деп естідік. Ал енді осының жаңағы қалған енді мынау ар жағында өздерің сол немерелердің көптігімен жалғайсыңдар ма деген жоқ, оған жаңағы жастар көнбей ме? Шешеміз марқұм 9 ұл бір қыз туған кісі екен. Сондай. Ал енді осы отбасына мына әулетке келін болып келгеннен кейінгі жерде мен де өзім шешеме тартатын шығармын деп сөйтіп ойлаушы едім іштей. Бірақ Құдайдың құдіреті шығар, Алланың жазуы солай шығар, осы бір баламенен тоқтап қалдық. Содан енді қазір айтуға болады, үлкен бір жақсы қасиеті бар бір кісіге барып жаңағы жағдайымды айттым. Алдымен дәрігерлерден өттім дегендей. Осылай мынау бір баламен тоқтап қалдым, балам 6-7 жасқа келді мінекей деп сөйтіп. Сонда әлгі кісі маған айтты, қарағым ешқайда барып әуре болмай-ақ қой, бұл өзі тұқымына тартқан екен, барлығы бір-біреу. Құдай бірден бере ма, оннан бере ма деген. Содан кейін 3-ші ұрпақта айниды деген. Сен осы балаңның тілеуін тіле, азаматыңның тілеуін тіле. Кейін сол ары қарай немере шөберелерің көп болсын, Бәукеңнің немере шөберелері көп болады деп сөйтіп бір бата беріп еді. Енді Құдайға мың қайтара тауба, қазір Нұрсұлтан Момышұлы дейтін кішкентай немереміз бар. Құдайдың құдіреті енді атаның аузынан түсіп қалғандай, жаңағы шашы тікірейіп, тек қолыменен бұйрық беріп сол шошаңдайды. Ары қарай енді балалар Құдай амандығын берсін, бәрі Алланың қолында ғой. Ақшаң көп болса жақпайсың, ақшаң жоқ болса тағы жақпайсың. Білмеймін, не істейтінімді. Амансыздар ма? Ата, Саламатсыз ба Бағдат? Зейнеп апа, қалдарыңыз қалай? Айгүл, қалың қалай? Жақсы, келіңіз, не болды? Мен бір керемет толқып тұрғаным. Толқып емес, балам, ауырып тұрған жоқсың ба? Жоқ, бір неғып бұлай. Неғып? Толқып керемет дейміз. Шайдан жұтып жіберіңіз. Жақсы болды ғой мына шай. Не болды, жақсылық папай? Осы менде бір кереметтей бір екі қуаныш болып тұрғаны. Қуаныш? Иә, қуаныш. Қандай? Керемет қуаныш болып тұр. Жақсылық болса Қайсынан болғай бастасам екен өзі? Қайсынан Біріншісінен ба, жоқ екіншісінен ба? Бағдат тәте, қайсынан болсын бастай беріңіз, бәрібір Бастай емес. берейін ба? Жүрші, Айгүл, өзің жүрші. Айтайын, Айгүл-ау, қызық болды ғой. Күйеуім менің бетінен сүйді ғой. Мен сізді бір күйеуіңіз алтын сырға сыйлаған екен десем, Жоға. бетіне сүйгеннен мақтанып тұрсыз ба? Қойыңыз. Ой, неше жылдан бері, сонша жылдан бері Қанша менің жыл болды? бетімнен бірінші рет бетінен сүйіп тұр. 10 жылдан бері қарай. Ей, ол деген коммунист қой. Сен білесің Сонда ба? не, сонда басқа партияға өтейін деп жатыр ма? Жоқ. Ол коммунист қой, ол өмір бақыт түсіне Ленин кіретін. Түнде ол менің түсінде көріпті. Содан мен бетінен сүйіп алдым ғой, енді ол апта бойына жумай жүретін шығар, енді көрдің ба? Қалам қасым, күлден ұшқан
Былай барып айым-ау, ағарып аққаны таңым-ау, жанап бір кетші қалқам жаным-ай. Айналайын құралай, отырсың жайдай сұрамай, мәнісін айтшы қалқам бұғалай. Сіз қызыл гүл болғандай, мен көбелек ұшып жүрген жаныңда. Шыр айналып айым-ау, ағарып аққаны таңым-ау, жанап бір кетші қалқам жаным-ай. Айналайын құралай, әркім бір сізге құмарай, қайткенде көңілім қалқам тынарай. Айналайын құралай, отырсың жайды сұрамай, мәнісін айтшы қалқам бұғалай. Мәнісін айтшы қалқам бұғалай. Ал ата, Қуаныштың көкесі әлі алда ғой. Қайсысын екіншісін айтпаймын бе енді мен Қуанышымның. Айта ғой, айналайын жақсылық болса айта бер. Иә. Ал енді мынау менің қайным бар емес па? Сол қайнымның баласы қазір жүріп, соған үлкен той жасағалы жатырмыз. Апам мені сізге жіберіп еді. Зейнеп апа, өзіңіз тұсауын кессе деп еді, соны оған қалай қарайсыз енді? Өзіңіз барып кіріп шығасыз ба? Қазақтың үлкен дәстүрі ғой ол. Барады. Мынау әлгі ардақтыға қолыңды берді, өзің жолың үлкен болғаннан кейін Зейнепжан мынау арам қалып жатқан ғой, тұсау кестірейін деп. Келем күн. Анау әлі мына мен жіберемді. Алғы ғарышкер тоқтар Әубәкір келіп кескен. Анау әйелі орсы күн. Кішкене енді әйтеу бір де қандай болды, бірақ менің әлі кемпірімде кейде әлгі үндемейтін жерде бір жыбырлап сөйлеп қалды, мен де кейін кейіп тастадым. Енді ол анау шет жақта жүр, аспанда жүр, оған қазақтың қызы қайдан жолықсын деп жатырмын да. Сыртта болды ғой. Жоқ, енді менің айтайын дегенім сізге осы қазір біздің Қазақстанда тұрған біздің өзіміздің қарагөз қыздарымыз мінеки, оны жазып та жатыр, телевизордан көрсетіп те жатыр. Әлгі басқа ұлттың өкілдеріне, тіпті әлгі шетелдерге тұрмысқа шығып кетіп жатады ғой. Қай ел болмасын, қандай халық болмасын, мынау қызы қандай болады, анасы қандай болады, әжесі қандай болады, ел сондай болады. Бұл біздің басымызға ол келіп отқан бір жақсылық емес, бұл қорқынышты нәрсе. Енді бір қарасаңыз, мінекей мына базардың төңірегінің барлығы базар толған мына жақтағылы халық, Қытай халқы. Сол енді күнін көру үшін, кейбіреулері жаңағы тамағын асырау үшін, кейбіреулері баласын асырау үшін дегендей, сол Қытайларға қызмет етіп, талайлары сол Қытайларға әлгі күйеуге тиіп, анау темірдің күршектерінің ішінде отырып, сол саудаға айланысып, сөйтіп те мына жағынан кішкене ірі батырмыз ғой. Тек Құдай түбін берсін дейміз. Құдай ақырын берсін. Ақырын берсін дейміз. Еліміз ғой, бұл қазақ деген халық өзі тамыры тереңге кеткен бәйтерек секілді халық. Шайқалса да құлауы қиын еді. Алла осы тыныштығынан бұзбай әйтеуір әлі де болса ел серпілсе, мына жастарымыз кішкене ұлттың, халықтың жанын түсініп, намыс әсіресе, намысты бола бастаса, сол ары қарай қайтадан сол елдігімізді жалғастыратын шығармыз дейміз ғой. Өмір деген керемет, өмір деген тамаша, басқасының бәрі далбаса. Тек ұят болмасын дейсің да, әйтпесе... Бағдат тәте, қандай тамақ пісіргенді ұнатасыз? Бұрыннан білесіз бе тамақ істеуді? Енді бұрыннан жасап жүрген тамағымыз ғой, әйтеуір өзімнің бір кереметтей дәмдеп істейтін сүйкімді тамақтарым бар өзі. Ал енді мен өзім қуырдақты жақсы көрем, пісіргенді. Содан кейін Атам да жақсы көреді, мен жалғас та жақсы көреді. Содан кейін өзім ең ұнатып пісіретін тамағымның бірі самса. Самса. Өзбектер пісірмей ма оны? Енді өзбектердікі болса да, түбі со жақтікі шығар, бізге өзі сіңіп кетті ғой ол тамақ. Енді сондықтан мен өзі біздің қазақтың ұлттық тағамындай көрем өзім. Соны істейікші. Соны істейміз ба? Атамның тісі жұмсақ қой бұлай самсаның өзі. Өте ол ауызға кіргенде тура еріп кетеді ғой. Атам тісі жоқ, соған жақсы болар еді. Дайындайық? Қамырын дайындайсың ғой. Қамырын дайындағанның өзі жай
Оның өзі бір хикая. Бағдат жеңгей, мұнда қалай бейбарақат отсыз? Мұна яқта шарқ құрып халық сіздерді іздеп жатыр. Ой, бұл. Алейкумсалам. Кетпін ғой мен Айгүл-ау. Мен іздеп жатыр екен ана Сәлеметсіздер ме? пештің самсаның астын қай сал өзі. Жарай. Ал жақсы сау болыңыздар. Келесіз ғой енді Зейнеп апа. Өмірәлінің әскердегі баласы ғой, демалысқа келдің бе? Осы ауылға келсек бол, жұмысқа салатты қояды ақсақал. Кешелі бері 2 арба отын жардым. Мына менің қолым отын жаратын қол емес қой. Бұл тек домбыра ұстап, домбырамен өлең айтатын қол ғой менің қолым. Мен домбыра ұстасың, тыңдайық домбыраңды. Онда ақсақал қария былай істейік. Сіздің құрметіңізге, Зейнеп апамның құрметіне, күйеуі өмір камаздан түспейтін Айгүлдің құрметіне бір ән салып берсем қайтеді. Айта ғой. Көшкенде жыл қайдаймын, барушы едім ей салау менен әридашым түскенде сен есіммей сарғаямын ей санау менен әридашым екабу жирен жаланы түйген жалған дауға шығымсың ол жаным сүйген әридашым көзімнің қарасындай сәулемедің көңілімдің қуанышты дәурен едің әридашым келмейді келсем кеткім еш қасыңаннан басымда бұл не сиқыр меней әуреледің әридашым екабу жирен жаланы түйген жалған дауға шығымсың ей жаным сүйген әридашым Болдың ба, Ой, Рамазан? бәрекелді. Өркенің өссін. От жарып жібер шағаш. Анда барсаң жұмысқа сап қояды, мұнда келсең тағда жұмыс. Не деген әділетсіз өмір бұла? Ой, доламау. Еңбек етсең ерінбей, қайның қарның тояр тіленбей деген бар. Жарайды. Мен әйелімді жақсы көрем десем, жолдастарым шексінесі қатып күледі. О, етігі болмайды.
ұят болады дейді. Ол кешіріңіздер, туған әйелін жақсы көрудің несі ұят? Мына осы біздің қазақтардың ішінде осы баяғыда бізде жоқ еді. Қазір осы ажырасу деген көбейіп кетті. Иә. Қазір өзі әйел ерге қарайды, ер жерге қарайды. Иә. Әйелдердің барлығы ана үйіндегі баласын асырау үшін азаматтары жұмыссыз болғаннан кейін алақоржынын арқалап олардың барлығы базарда жүр ғой. Ал базардың заңы деген қатал. Олардың базарда үнемі жүретін адамдардың мына мінез құлқы да өзгереді, психологиясы да өзгереді. Ол жерде сен біреуді алдамасаң, сені біреу алдап кетеді. Сонда жаңағы мен саған, сен маған деген принциппенен ғана бұлар сондай тірлік етеді. Содан кейін енді қасындағы әлгі саудалас көршісіменен жақсы болады, біріне бірі көмектеседі. Күннің мынандай суық кездерінде жаңағы бір бөтелкені бөліп ішіп алады. Сөйтіп бірте-бірте жаңағы әйелдер үйден аулақтап жатыр. Қазір мына отының басын, бала шағасын, күйеуін тастап кетіп жатқан әйелдер көп. Енді не деуге болады? Бір жағынан заманға жоримыз, бірақ та сол заманды да жасап жатқан адам емес па? Егерде мына ішкі жан дүниесі мықты болатын болса, оның бастағы тәрбиесі, бел омыртқасы мықты болса, ол баласында анау Құдай қосқан қосағында жылы ұясында бұзбас еді ғой деймін. Тек Құдай мына адамдардың ниетін бұзбасын деп тілейік та. Тілеуіміз сол болсын. Заман бұзылды дейміз, заман ба бұзылған адам болмыз, өзіміз ажырата алмай. Көп нәрсе адамдардың өз қолында ғой. Саламатсыздар ма? Саламат байналайын. Сәлем әбі, кел кір. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум. Кел балам, төрлет. Жо, рахмет. Отыр чайға. Не болып қалды саған? Кеншеңмен тағы дұрысып қалдың ба? Ол кісімен ұрыспаймыз ғой. Енді. Ей балам, кел төрлет, чайға келсейші чай. Жоқ, мен қатты ойланып тұрмын. Немене ойлап тұр? Енді ойлайтын жағдай көп қой мына. Елдің жағдайы, мал шаруашылығы не болды аны? Жұмыссыз қалып отырмыз. Оны ойлайды. Сенен басқа ойлайтын адамдар да көп, оны үкімет ойласын. Ол басын қатырып қайтасың, кел Ал жайға. енді біз нені ойлаймыз? Мен мысалға нені ойлаймын? Тек қана сол жұмыс. Жаңағы әңгіменің бір шошыдан шығады. Онда мен махаббат туралы ойлаймын. Дай, деген ай. Армандаймын. Арманда. Sızılmasın oylar özülmeyden armanı
Biçen Sen ekonomikаны ойлап қайтесің, кел одан да тамағыңды ойласаш. Ой, ата. Әйелі тамағын тойдырып жүрген ғой. Содан кейін ішіп бітті чайды әйтпесе. Аса құрметті көрермен, мен шырылдаған шындықты бетке айтатын адаммын. Осымен ұят болмасын бағдарламасы өз жұмысын аяқтады.